Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі видеом қызанақ көкөнісіне арналады. Қызанақтың жапырағы неге ішке қарай бұралып тұрады, сол жайлы айтатын болам. Ол үшін бұл видеоны соңына дейін көріңіздер. Қызанақтың жапырағының ішке бұралып тұрғанынан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бұның әртүрлі себептері бар. Бірінші, аз су қарғандықтан, ылғал аз болғандықтан. Екінші, күн қатты ысып кетеді. 35-45 градус болғанда төбесінен күн түссе, бұлар бірден жапырақтарын ішке қарай бұрап алады. Күннен өздерін қорғау үшін. Басқа өсімдіктермен салыстырған кезде бұлардың өзінің сондай ерекшеліктері бар да, өзін күннен қорғайды. Үшіншіден, мынандай жәндіктер түседі жапырақтың астына. Сол кезде ішке қарай бұралып тұрады жапырақтары. Кейбір жағдайда азот қышқылы топырақта көбейіп кетеді. Сол кезде ішіне қарай жапырақтарын бұрап алады. Ол үшін күнделікті суғарып отырасыздар, ылғалды қарап отырасыздар. Астына шөп, сабан төсеп қойсаңыздар болады. Ыстық кезде ылғалды бір қалыпты ұстап тұрады. Күн қатты ысып кетіп жатса, көлеңкелеп қоюға болады төбесінен. Ал зиянкес жәндіктерді қорғау үшін бір шелекке 10 литр суға бір кірсабын салып ертесіздер де соны жапырақтың астына шашасыздар. Оны тек зиянкес жәндіктер түскен кезде солай жасайсыздар. Сол кезде осы жапырақтың бұралуына біраз көмегі тиеді. Қазір бізде 45 градус, жапырағымыз осындай бұралып тұр.